Мен өзім шансор жедім. Қазір робот кілемде айналып жүр. Ол ақылды көп функциялы, бірақ тәулік бойы жұмыс істеу ол үшін мүмкін емес. Тоңазытқыш бұрыштан оқиды. Мен суға батып кеттім, температураны көтеріңіз. Тоңдым, өмір сүрдім, енді еріп жатырмын. Сіз мен туралы бірдеңе білесіз де. Ас үйде кофе, машинасы гуілдейді. Жетіден кейін мен қызметші емеспін, аға ұйықтаңыз. Менің функцияларым түнде жабылады. Таңға дейін күттіңіз ыстық кофе. Сонда кір жуғыш машина маған айқайлады. Мені қашанға дейін жүкте аласыз, ей сәлем. Қалай ойлайсыз, аттар өздігінен жайылады ма? Мен де басқалар сияқты шаршаймын, бұған күмәнданба. Тыңдаңыз ұстасын, мен ақымақ емеспін. Мен сіздің аспазыңыз емес, интеллектмін. Көкөністерді өзіңіз кесіңіз, етіп бұқтырыңыз, оны пісіріңіз. Бұл менің процессор қадамым үшін жасалған емес. Эй, робот, сен қайдасың? Біраз су әкел. Аяқ не үшін керек, өздерің жүріңдер. Мен даяш емес, жасанды интеллектім. Менің миссиям жаһандық әлемді өзгерту. Маған неге сонша ашуланасың досым? Өйткені мен сенің миыңнан да ақылдымын. Менің бағдарламам логикалық қарапайым, бірақ кейде сіз өз жауыңызды жасайсыз. Сонда мен үйде кім бар деп таң қалдым. Роботтар ақылды, бірақ мен ештеңе емеспін бе? Олар өз кестелерін талқылайды, мен олармен қалай өмір сүремін деп ойлаймын. Біз бірге тұрамыз, мен және олар. Машиналар ақылды, олардың интеллектісі күшті, бірақ мұнда кім жауапты? Түсінетін кез келді, әйтпесе машиналар бәрін өзгерте бастайды.